Сәлеметсіздер ме? Сіз не дейсіз бағдарламасының бүгінгі қонағы танымал қоғам қайраткері Жасаралы Қуанышалин. Жасаралыға студиямызға қош келдіңіз. Аға, осы кейбір мәліметтер бойынша Қазақстанда тағы да Алаш немесе Алашорда деген ұлттық патриоттық қозғалыс ұйым дүниеге келмекші екен. Сіздің пікіріңізше, Қазақстанда неге ұлттық патриоттық қозғалыстар дүниеге келеді, соңынан жоқ болып кетеді? Оның себебі әрине біреу емес, көп деуге болады себептер. Өйткені шын мәнінде Қазақстанда, енді мен қазіргі Қазақстанды айтамын. Тәуелсіздіктің қарсаңында, одан кейін өткен 20-22 жыл ішінде ұлттық ұйымдардың көбісі құрылғандарда, жаңа өзің айтқандай, жылт етті де жоқ болды деген сияқты жағдайда. Оның себебі, ең негізгі маңызды себебі, ол бірауыздылықтың жоқтығы. Өкінішке орай мұны мойындауға тура келеді. Өйткені сол өздерін ұлттық ұйымдар, ұлттық демократиялық күштер ретінде халыққа танытып жүрген адамдар, тұлғалар өздері әртүрлі. Көзқарастары, дүниетаным, саяси позициясы, ұстанымдары барлығынікі әрқайсысы өзінше бөлек. Осы мәселе үлкен кедергі болып жүр. Енді Абайша айтқан кезде бас-басына би болған өңшең қыртың деген жағдай. Енді ол әрине о кезде қатты айтылған болар. Бірақ енді ол классикалық сөз ғой, сондықтан сол қалпында қолданып отырмын. Сол тұрғыда әрине әрқайсысы өзіне қарай тартып, тек менікі дұрыс деген сондай қасаң ұстанымменен бас біріктіріп, бір жағадан бас бір жеңнен қол шығаруға мүмкіндік бермейтін жағдай осы меніңше. Одан басқа әрине жеке сол тұлғалардан өзге басқа да факторлар бар. Нақтылай айтсақ, бізде Қазақстан тәуелсіздік алғаннан бері біздің елімізде ұлттық демократиялық күштердің нығаюына, қуаттануына, ел арасында беделінің күшейіп, салмағы артуына билік қарсы болды. Әр кезде де. Өйткені басқалардан емес, ең алдымен біздің билік, енді Назарбаев бастаған, бізде жалғыз билік қой енді, осы Қазақстан тәуелсіздік алғалы бері, басқа билік жоқ. Назарбаев бастаған билік әр кезде де ең алдыменен ұлттық демократиялық күштерден қауіптенді. Сол арқылы үлкен қауіпі өз халқынан болды және солай болып келе жатыр. Басқалардан көрі сол өз халқынан, өзінің ұлттық қайраткерлерінен қорқатын билік әркез сол күштерге аяғына тұсау салып, кедергілер жасап, әртүрлі әдістермен оларды қуып таратып, ыдыратып, болдырмауға күш салып келе жатыр. Бұл екінші себебі. Үшінші себеп, ол жалпы біздің елімізде кеңес заманынан, төтесін айтса, отаршылдық заманнан бері қалыптасқан әлгі бірінші себепке ұқсас, бірақ енді бұл алауыздық дейік, отаршылдық кезде орнатылған елімізге. Сондай саясаттың зардабы қазақтың арасына сол біріне бірі қарсы тұратын, бірімен бірі келіспейтін, жалпы сондай бір ахуалды орнатқан жағдай. Кезінде білеміз ғой, мысалға болыс сайлауы деген тағы басқалар болды. Сонда пара беріп, бір-бірімен қырқысып, біріне бірі әлгіндей қырғиға бақ болып, сөйтіп өткен сайлау тырнақшада. Солардың барлығының халқына зардабы қазірге дейін жетті, әлі кеткен жоқ. Сол отаршылдықтың зардаптары біздің қазір осы қоғамда бел алып тұр. Өйткені оларды жоюға ешқандай саясат жүрген жоқ. Қазақстанда отарсыздандыру саясаты жүрген жоқ. Оны жүргізетін кім? Оны жүргізуге тиіс, міндетті, ол билік.
Бұл билік керісінше жасап отыр. Осы Қазақстанға өзінің үстемдігін орнатқаннан бері Назарбаевтың билігі керісінше сол жағдайды бұрынғыдан бетер, отаршылық кезден бетер ушықтырып жіберді. Тіптен отаршылық кезде болмаған кереғар өте сондай қауіпті өрескел жағдайлар қалыптасты. Енді оның барлығы көз алдымызда ғой, сондықтан оны талдап айтудың қажеті болмас. Егер шетше қалып қана айтатын болсақ, бұрын жер сатылмаған, қазір сатылады. Жер ана, қазақ жер ана дейді. Саудаға түсті, талан-таражға түсті, пайданың көзіне айналды. Тағы басқа айта берсе көп. Осының барлығы әрине өзінің үлкен зардабын тигізіп келе жатыр. Алауыздықтың өршіп, күшейіп, бел алып кетуі, күш бермей кетуі осының салдары, осының бәрінің. Әрине, әрмен қарай жалғастырып айта берсе болады ондай себептерді, олар айттың ғой көп деп. Бірақ ол әрине уақыт алады, сондықтан әзірше негізгі осы үш себеппенен шектелейік. Енді ол мәселені қалай шешуге болады, қалай біріктіруге болады деп ойлайсыз? Ол мәселені шешудің меніңше бір жолы бар. Бір жолы бар. Әрине, әркім әртүрлі көру мүмкін өз жолдарын. Менің көріп отырған жолым ол мына халыққа қарсы, ұлтқа қарсы режимді өзгертіп, оны басқа режимге ауыстыру керек. Ол процесс болмай, бұл жағдай өзгермейді. Оны олай айт, бұлай айт, олай тарт, бұлай тарт, бәрібір өзгермейді, қолдан келмейді. Өйткені қазіргі билік осының барлығын жасанды түрде өршітіп отыр. Біріктірмеу үшін, бөліп алда билей берер саясаты. Өздерінің мүдде үшін, халықтың, елдің, қоғамның, мемлекеттің мүдде үшін емес. Билік өзінің мүдде үшін осындай саясат жүргізіп отыр. Бөлінгенді бөрі жейді дейді ғой. Сондықтан бөлінгенді және де билеу оңай екен. Бұрыннан ол өзі белгілі болған сондай саясат. Империялық саясат сондай болады, сосын диктаторлық саясат сондай болады, тирандық саясат сондай болады. Тәуелсіздің алғашқы жылдарында ұлттық патриоттық қозғалыстың жетекшілері билік өкілдерімен бір трибунада бір қатарда тұра алатын. Қазір ондай елестету мүмкін емес. Енді жалғыз билікті кінәлай берген де дұрыс емес шығар. Мүмкін ұлттық патриоттық қозғалыстың өкілдерінің өздері де кінәлі шығар. Жалпы мен Шынтуайтында ешкімді кінәлап отырған жоқпын. Мен фактілерді атап отырмын. Ал сол фактілерді атау кінәлау болып шықса, ол менің кінәм емес. Солай ғой. Өйткені әлгі фактілерді аталғаннан кейін кінәлілер көрінеді. Ал кінәлі шын мәнінде номер бірінші кінәлі билік. Өйткені барлығын солай жасап отырған осы режим. Ел басқарып отырған құрылым ғой. Егер елді дұрыстап басқарып, басын біріктіріп, барлығын үйлестіріп, ұлттық бағытта шын мәнінде Қазақстанның тәуелсіз ұлттық демократиялық әлеуметтік мемлекет болуы үшін еңбек ететін болса, бұл билік солай болар еді. Олай емес, ол тек солай жазылған да, мысалға Конституцияда рас, онда ұлттық демократиялық деген жоқ. Ондайды айтпайды да, бұл билік тұрған кезде айтылмайды да. Бірақ барлығы жазулы ғой, демократиялық, тәуелсіз, біртұтас, унитарлық, тағы басқа. Барлығы ол тұр Конституцияда. Алайда шын мәнінде іс жүзінде олай емес қой. Неге? Өйткені ол билікке тиімсіз. Демократиялық болғаны керек емес. Аты барда заты жоқ, демократия керек. Шын мәнінде тәуелсіз болғаны керек емес. Өйткені олай болса, шетелдік өздерінің қазіргі Қазақстанның бүкіл байлығын, еліміздің, халқымыздың несібесін аузынан жырып, өздері бөлісіп, тонап отырған билікке ол тиімсіз. Ол шетелдік өздерінің сыбайластарымен бірге елді әрі қарай тонай беру үшін бұл елдің шын мәнінде тәуелсіз болған керек емес. 3. Содан кейін жаңағы айтқан әлеуметтік мемлекет болса, онда мемлекеттің байлығы тағы да халықтың игілігіне кетуге тиіс қой. Әлеуметтік деген сөз ол халықтың әлеуметтік жаңағы мұқтаждарын, сұраныстарын бәрін қамтамасыз ету, соны қанағаттандыру. Олай болатын болса, оған соған сәйкес қаражат кету керек. Олай болса, қалай ол елді тонайды? Тонай алмайды.
Сол тұрғыдан да біздің мұнай байлығы да, басқа байлық та шетінен барлығы да орда қазанға түспейді. Бәрі де сол алынған бетінде талан-таражға кетеді. Сондықтан да әлеуметтік деген аты бар да, оның да заты жоқ. Және де ол тек қана өзіміздің ішімізде үлеске түсіп, талан-тараж болып жатса бір сәрі, оның жөні басқашалау болар еді. 80-90 пайыз шетелге кетіп жатыр ғой, пайызы. Қытайға кетіп жатыр. Қазір шын мәнінде біздің мұнайымызды да басқасында шетелдік алпауыт ұлы мемлекет дейді ғой тырнақшада, солар билеп отыр. Соларға тізгінді беріп қойды. Енді қазір жаңа ғана көзі ашылып, жаңа ғана ұйқыдан оянған сияқты, ойбай бұл дұрыс емес екен ғой деген сияқты қайтадан сатып алу процесі мысалға қазір шет жағалап жүріп жатыр. Кезінде тиынға кеткен, тегінге кеткен нәрсені қазір удай қымбатына нарықтық бағаменен сатып алып, біздің сондай еліміздің несібесін тағы да талан-таражға салып жатыр. Өйткені оның ар жағында кілтипаны бар. Оны сатып алған кезде қайтадан ақша кімге түседі? Халыққа түспейді. Тағы да өзара бөліске түседі. Міне осындай құйтырқы жағдайлардың барлығы көрсетіп отыр. Біздің билік кінәлі. Оны мен кінәлі деп айтайын, айтпайын, мәселе менде де емес. Шын мәнінде ақиқат осы. Ақиқаттан ешкім қашып құтыла алмайды. Қазіргі халыққа қарсы, қазаққа қарсы Назарбаевтың билігі осы саясат жалғаса береді, ол тоқтамайды. Қазақта сөз бар, ашыққаннан құныққан жаман дейді. Кейде айтып жатады ғой, мына Ақорданың бұлбұлдары. Бұл қазіргі билік бұл тонады, рас тонады, бірақ қазір тойды бұлар. Отыра берсін, әйтпесе жаңадан келгендер олар аштар, олар келетте сосын қайтадан тонауға кіріседі, қайтадан талан-таражға кіріседі деп. Демек, мына билік мәңгілік отыра берсін деген сөз ғой. Шын мәнінде бұл билік тойған жоқ, тоймайды да. Жаңағы айтылған ашыққаннан құныққан жаман осылардың кебі. Бұлар еш уақытта осыған дейін тонағаным жетер, осымен тоқтайын демейді. Алған үстіне ала бергісі келеді. Оны көріп отырмыз. Сол тұрғыда осы билік еш уақытта да еліміздің шын мәнінде демократиялық жолменен, әлеуметтік жолменен, ұлттық тәуелсіздік жолменен дамып жүруіне мүмкіндік бермейді. Сол тұрғыдан алған кезде әрине олар ұлттық демократиялық күштердің де барлығының әлсіз болған, тіптен жоқ болғанын қалайды. Соның ішінде әрине оппозицияның мәселесі. Айтыңызшы, өзіңізге оралсақ, ұлттық патриоттық қозғалыстарға жетекші болдыңыз, қатарында болдыңыз. Өзіңіздің тарапыңыздан қандай бір кінә кетті деп ойлайсыз ба, кінә болды деп ойлайсыз ба? Кінә деп айтпас едім. Өйткені кінә деген ауыр сөз. Қателіктер болды, қателіктер. Сөз жоқ. Енді кезінде осы күреске кірген кезде бізді ешкімде ол күреске дайындаған жоқ қой. Біз ешқандай мектебіне өткен жоқпыз күрестің. Сол тұрғыда әрине біз сол жалаңтөс көше демократтарымыз ғой. Сол қалпымызбен сол күреске араластықта сол күресе жүріп үйрендік. Сол күресе жүріп тәжірибе жинадық. Жығыла сүріне жүріп, қателесе жүріп, сол қателер әрине болды сондай. Соның ішінде жаңағы айтылған, ол бізге де қатысты. Әлгі бір ауыздылықтың болмағандығы, өзара көп жағдайда келісе алмай, көп шаруаны дұрыс жасай алмай қалған кездеріміз. Ол болды. Оның үстіне әрине айтпай кетуге болмайтын нәрсе, ол сол 80-ші жылдардың аяғы мен 90-ші жылдардың басы тәуелсіздіктің қарсаңында тағы да жаңағы осындай ұлттық ұйымдардың алақұлалығы жалпы алған кезде саяси тұрғыдан, идеологиялық тұрғыдан, тағы басқа жағынан осының барлығын бір ізге салып, бір қалыпқа салып, бір арнаменен алып кету біздің қолымыздан келмеді. Оны біз мойындауымыз керек. Оның зардабы да үлкен болды, әрине. Бірақ оның жаңағыдай себебі әлгіндей. Біздің оған о кездегі біздердің саяси сауатымыз жетпеді. Мәселен, осы қазіргі біздің өмір тәжірибемізбенен, қазіргі жинақтаған сол білген тергенімізбенен сол кезде жұмыс істесек, бәлкім жағдай басқа болар еді. Ал қазір мысалға мен өзім тікелей
сондай ұйымдарды басқару процесінен алшақтағаныма біраз болды. Кезінде басқардым енді, мысалға азат қозғалысын басқардым. Жаңа айтқанымыздай, сол бастапқы кезеңде азат қозғалысының төрағасы Михаил Иванович Есенәлиевтің мен бірінші орынбасары болдым. Содан кейін ол кісі денсаулығына байланысты ол қызметтен кеткесін, оның орнында мен қозғалысқа төраға болдым. Сол кездерде оны ел біледі, жұрт біледі, біраз жұмыстарда тындырдық. Біз шынымен сөзден гөрі іске жақынырақ тұратынбыз. Мәселен, Орал уақиғасы атышулы, белгілі. Тарихқа, қазіргі ресми тарихқа жазбаса да, ол тарихтан кетпей ешқайда. Жазылады, орнына келеді, орнына қойылады. Орал уақиғасы 1991 жылғы қыркүйек айында болған Орал уақиғасының маңызы, оның атқарған рөлі 86 жыл желтоқсан уақиғасынан кем емес. Және екеуі де бір-бірімен байланысып жатыр. Бірмен-бір байланысып жатыр. Бірақ ол әрине бөлек әңгіме тақырыбы. Тек бір сөзбен айтатын болсам, желтоқсан уақиғасы да, көтерілісі де, Орал уақиғасы да екеуі де жерге байланысты болды. Оны көбінесе жоғары мына бетіне көрініп тұрған қалқып шыққан жағдайлармен түсіндіреді. Желтоқсанды Колбиннің келуімен түсіндіреді. Орал уақиғасын әлгі казактардың өздерінің патша ағзамға қызмет етуінің 400 жылдық мерейтойын өткізу әрекетімен, арандату әрекетімен ғана байланыстырады. Оның ар жағында, түп тамырында не жатыр, оны көбісі қозғамайды. Шынымен оның екеуінің де ар жағында қазақтың жерінің мәселесі жатты. Желтоқсанның уақиғасы болған себебі, Ресей сол кезде 85 жылы Батыс Қазақстанды өзінің құрамына қосып алу әрекетін жасап, соған Қонаевты көндіргісі келіп, оған қысым жасап, оны үгіттеп, әртүрлі әрекеттер жасағанмен көндіре алмай, ақыр аяғында сол Колбинді жіберуге мәжбүр болды ғой. Сол кезде соның себебінен желтоқсан уақиғасы, желтоқсан көтерілісі болды. Сол кезде сосын оған қол жетпеген Ресей 5 жылдан кейін 91 жылы сол әрекетті қайталап, Оралда казачество лаңын жасап, автономизм, сепаратизм мәселесін қоздырып, сол арқылы әлгі мақсатына жеткісі келді. Оғанда қол жетпеді, өйткені азат қозғалысы 91 жылдың қыркүйегінде, 15 қыркүйекте бүкіл республикалық бейбіт наразылық акциясын өткіздірмейді жаңағы жоспарды. Бұның бәрін айта берсе, әрине кеңінен таратып айтуға уақыттар. Сондықтан мен тек қана осылай көктей шолып айтып отырмын. Сол азат қозғалысы араласқан әрекеттер барлығында халықтық әрекеттер болды. Және олардың көбісі мына биліктің мүддесіне келмеді. Халықтың мүддесімен алшақ жатқан билік әрине ол халық мүддесіне қызмет еткен ұйымдарға қарсы болды. Оларды жоюға жұмыс істеді. Соның зардабы өте үлкен болды. Керек десе біздің азат қозғалысының сол кезде кейбір облыстық бөлімшелерін органның адамдар басқарған, кейін аштық қой, әшкереледік. Сөйтіп отырып, ішінен ақырындап ретіп, бүлдіріп, сөйтіп отырған жағдайлар болды. Өзіміздің ішімізден шыққан, сол билікпен аужаласып кеткен тіпті белгілі азаматтар болды. Олардың бізге тигізген зияны өте үлкен болды. Соның барлығы әрине өзінің кері әсерін тигізді. Сол тұрғыда ақыр аяғында, сол негізде ақыр аяғында билік азат қозғалысын шын мәнінде жойып тынды деп айтуға болады. Мен өзім енді сол 94 жылға дейін басқардым азат қозғалысын. Одан кейін парламент депутат болып кеткеннен соң оны басқа азаматтар басқарды. Сол парламентте жүріп, онда да күрестік осы өздеріміздің ұлттық демократиялық идеяларымыз үшін. Сол тұрғыда ол да әрине билікке тиімсіз болғаннан кейін ол сол парламентті таратып тынды, заңсыз таратып тынды. Міне осындай құйтырқы әрекеттер, шын мәнінде халық мүддесіне қарсы жүргізілген әрекеттердің барлығы билік тарапынан өзінің өте үлкен зардапты нәтижелерін берді деп айтуға болады.
Енді режим өзгермей, ұлттық патриоттық қозғалыстардың бағы да ашылмайды деп айтуға бола ма сонда бүгінгі таңда? Мәселе ұлттық патриоттардың бағы емес, халықтың бағы. Өйткені бәрі келіп тірелетіні не үшін? Халық үшін ғой. Сондықтан ұлттық патриоттар болсын. Жалпы мен өзім ол сөзден гөрі ұлттық демократтар деген дұрыс көремін. Өйткені халықаралық терминологияда солай айтылады. Мысалға шетелге шықсаңыз, тағы басқа жаққа барсаңыз, өркениетті елдер дейміз ғой, дамыған елдер, онда ұлттық патриот деген сөз жоқ. Ұлттық демократиялық деген сөз бар, ұғым бар, термин бар, ұйымдар бар. Оның барлық заңды, оларға ешкім одырайып қарамайды, мынау ұлтшылдар, мынау оңбағандар, пәлендер, түгендер деп. Бәрі өз орнында, заңды нәрселер оның барлығы. Тек бізде баяғана кеңестің салқыныменен сол ұлтшыл деген сөзді шоқпар қылып бәрін күйретіп, соғып, ұрып үйренген кеңес заманының әдетіменен күні бүгінге дейін әлгіндей жатырғай қарау, кінәлай қарау, мынау ұлтшыл демек бұл оңбаған деген сияқты жаңа әлі келе жатыр. Сол тұрғыда әрине ұлттық демократиялық күштердің олар өзінің бағы үшін жүрмейді. Мен мысалы өзімнің жеке бағым үшін жүрген жоқпын. Осы саясатта 35 жыл жүргенде еш уақытта бұл саясатта өзімнің жеке қара қан басымның қамын қойған емеспін. Менің де сосын шын мәнінде сол ұлттық демократиялық бағытта жүрген тұлғалардың барлығының алдына қойған мақсаты ол халықтың мүддесі, халықтың бағы, халықтың болашағы, Қазақстанның шын мәніндегі тек қағазға жазылған емес, шын мәніндегі, іс жүзіндегі де-факто дейді. Ұлттық тәуелсіз демократиялық әлеуметтік мемлекет болуын көксейді азаматтар. Соған қол жеткізуге барын салады. Қолдан келмей жатса, оған енді амал жоқ әрине. Ал енді жаңағы айтып отырған, мына билік кетпей, оның барлығы орнына келмейді деген нәрсе, меніңше ол аксиома. Яғни дәлелдеуді қажет етпейтін ақиқат. Меніңше кез келген саяси тұрғыда сауатты азамат осыны көріп отыр. Көрмеу мүмкін емес. Егер бұл билік бүгінгі таңда ақыр аяғында бейбіт еңбекші халыққа оқ жаудырып, қанды қасап жасауға дейін барса, оның ар жағында не айтуға болады? Мен айтып отқаным, Жаңаөзен, Шетпе, қанды қырғыны. Олай болады деп кім ойлаған? Мысалға кезінде сол осыдан 20 жыл бұрын осы Назарбаевты сынап сол жөнінде мақала жазып, болжам жасап жүрген кезде мен айтқанмын сонда, осыдан 21 жыл бұрын айтқанмын. Назарбаев түбінде Қазақстанды тығырыққа тірейді. Түбінде өте қиын жағдайға қояды, талан-таражға салады елімізді. Тағы басқа сондай қиянаттар арқылы үлкен зардап келтіреді деп жазғанмын. Және сонда айтқанмын, осыған мән бермей ақыр аяғында біз өкініп қалып жүрмейік деп, 21 жыл бұрын. Соның барлығы шындыққа айналды, өкінішке орай сол болжамдар. Бірақ соның өзінде мен мынандай қырғынға барады деп ойлаған жоқ едім ол кезде. Назарбаев өз қолыменен емес әрине. Диктаторлар, тирандар, олар барлығын басқалардың қолымен жасайды, билігін пайдаланып. Бұйрықты береді, сосын бұйрықты орындаушылар әлгіндей қырғынды жасайды. Сол болды Жаңаөзенде. Назарбаев ондай бұйрық бермесе, Қазақстанда бірде-бір адам әлгіндей әрекетке бармайды. Өйткені ешқайсысы да еш уақытта өз бетіменен ондай күрделі жауапты мәселеге бармайды және жауапкершілігін мойнына алмайды. Тек қана ең жоғарыдан бұйрық берілсе барады. Сол болды. Сол тұрғыда әрине ондайға барған билікке ешқандай үміт жоқ. Мен сол 21 жыл бұрын жазған өзімнің Қазақстан үш құбыжық шеңгелінде деген Машинкамен басылған 40 бет көлемді мақаламда айтқанмын. Мен Назарбаевқа ешқандай үміт артпаймын, сондықтан мен Назарбаевқа сенбеймін және оған ешқандай үміт артпаймын деп айтқан болатын. Өкінішке орай сол менің пікірім күні бүгінге дейін өзінің орнында. Жасар аға, әңгімеңізге рахмет, сау болыңыз. Жақсы.